Қайырлы күн, құрметті көрермен. Ұстаз Толкс атты жаңа бағдарлама ұсынады. Нұржан мырза, сұхбатымызда Алтысарын академиясының студиясында жалғастырсақ. Алғашқы сұрағымыз тілдер жайлы қойсақ. Қазақ тілі біздің ғаламторға еніп кеткен тіл. Бұл жағынан біз ұтып отырық деймін. Мәтін таңдаған кезде үш дүниені ескердім. Бірінші, екінші сөйлемді оқыдым, арғытай бала оқығысы келетін деңгейде болу керек. Немесе тәрбиелік мәні мықты бір дүние болу керек. Лексикалық минимумны қандай маңыздылығы бар? Бірінші мен 4-ші сыныптың лексикалық минимумы ғой. Соны меңгерсе ақ адам сөйлеп тұр деген сөз. Дана тиын электронды қосымшасы туралы сіз көрермендерге таныстырып өтсеңіз. Қазіргі таңда жалпы бұл қосымшаны Қазақстанның 16 мектебі қолданып отыр. Адамдардың бақытты екендігін түсінген. Қоғам неге солай бақытты? Өйткені бір-бірімен жарысуды емес, бір-бірімен бірігіп бір проблема болып тұрса, соны шешуді үйреткен екен. Сонда аналар бір-біріне көмектесу арқылы қуаныш табады да.